Оны достары Google деп атайды. Себебі ол кез келген сұраққа жауап бере алады. Сонымен қатар ол үлгілі әке, белсенді жас, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бөлім басшысы. Бүгін студиямызда қонақта көп балалы әке Жаслан Серік. Жаслан, бүгінгі студиямызға қош келіпсіз. Жалпы Google деген атау сізге кім берді, қалай пайда болды, осы туралы кішкене айтып өтсеңіз. Саламатсыз ба, шақырғаныңызға рахмет. Енді Google деген көбінесе енді әзілдеуге көп келеді. Енді өзімді олай айтып қояйын. Яғни Google-дан көп білетін адамдар шығар. Бір достарым, Нұрлыбек деген досым, інім, сол өзі әзілдеп маған айтады, кейде бір нәрсе сұрақ қойған кезде, жауап берген кезде, осы сіз қайдан білесіз, білмейтініңіз жоқ деп әзілдеп, сіз Google-сыз ғой деп жай не қылады. Сол осыған байланысты. Білмеймін, неге мүмкін көпті білуге байланысты құлшыныс бар ма, қызығушылығым бар ма? Балалық шаққа қарай оралсақ, қандай бала болдыңыз, қандай отбасында дүниеге келдіңіз, кімдер бар отбасында? Жалпы өзіңіздің бала кездегі отбасыңызда қандай дәстүрлер болды, және қазіргі отбасыңызға қандай дәстүрлерді сол жақтан алып келдіңіз? Қарапайым отбасында дүниеге келдім. Бізде отбасымызда төрт баламыз, екі ұл, екі қыз. Мен кішісімін. Әке-шешем зауытта істеді, ЦКЗ деп атайды, баяғы заман, қазір ол жоқ. Сөйтіп жұмыс істеген соқтан зейнетке шыққан, екеуі де зейнеткер әке-шешем. Туған ағам мен апам Шымкентте тұрады. Мен өзім кіші апаммен екеуміз соларда тұрамыз. Қандай дәстүрлер демекші, немесе тәрбие, ұстаным дейді. Көбінесе әке-шешемнің айтуы осындай қарапайым болу, кішік болу, сосын шыншыл болу және адамгершілік туралы көп отбасыда соны басшылық қылатын тұғымыз. Соны қазір маған ойлаймын, өзім өміріме, жетістіктеріме, өмірлік қадамдарыма соның барлығы көп көмектесті ойлаймын. Соның бірі, мысалға, әртүрлі ақшаны дұрыс қолдану, ақшаны жинай білу, өзіндегі затты күтіп ұстау деген сияқты, бір нәрсені рәсуа етпеу деген сияқты, көп нәрсені үйрететін тұғын. Солар менің өмірімде көп өзінің ізін қалдырып, қазір ізін қалдырып, әлінде сондай жемісін беріп жатыр, осындай өзіме қабылдадым. Яғни бүгінгі осы отбасымнан қабылдаған жақсы құндылықтарды өз балаларыма беруге тырысып жатырмын. Қазір соның жемісін қазір көріп жатырмыз. Мысалға, үлкен балам алғашқы кезінде бірінші сыныпқа барған кезде ақша сұрайды, екінші сыныпқа барған кезде анау кластағы балалар 500 теңге алып келіпті, папа 2000 теңге алып келіпті, соны бір күн жұмсап тастапты деп айтады. Сол кезде қызығып, мен де ақша бере салсам, ол кезде дұрыс емес тәрбие болатын еді. Мүмкіндігім бар, ақшам бар, әрине. Бірақ тек қана барып келу ақша жолын, және қажет болса, мүмкін пирожки алуға сондай ақша береді. Қазір соның арқасында ақшаның қадірін өте жақсы біледі. Қазір қалтасында 10 мың теңге тұрса да, ол бір күнде жұмсамай, тек қажеттісін ғана не болады, алып келеді, өзінің ақша жинайтын қорапшасы бар, соған жинап, мысалы жақында ақша жинап өте жақсы велосипед сатып алды, 60 мың теңгеге. Жақсы, өте жақсы 6-7 сынып оқушысы осындай жақсы отбасына алған қасиеттерді алып, қазір өзіне дұрыс қызмет етіп жатыр. Осындай сияқты маған да әке-шешемнің үйреткені, әкемнің де үйреткені осындай жақсы қасиеттері қазір менің өмірімде көп пайдасы тиіп жатыр. Енді ата-анаңыздың қандай үміт артып еді сізге, осы үмітті ақтадым деп ойлайсыз ба? Жалпы ата-анаңызға қатысты, мысалға, бір өкінген кездеріңіз, немесе қатты ренжітіп қойды ма деген кездеріңіз болды ма? Енді үлкен сұрақ. Ата-ананың әрине үміт ақтаған жоқпын деп ойлаймын. Ата-ананың үміті, арманы не? Ата-аналардың бала-шағасына аман есен жүруі, әйтеуір уайымдамай, ауырмай, сырқамай, аяқта нық жүруі, аман есен жүруі, тамағы тоқ болсын, киімі бүтін болсын дейтін арманы одан артық әке-шешеде балаларына қатысты арман жоқ деп ойлаймын. Сондықтан осы олардың тілектерін орындап жатырмын деп ойлаймын. Құдайға шүкір, киіміміз бүтін, тамағымыз тоқ, жұмысымыз жақсы, достарымызбен қоғамда
әйтеуір дұрыс болуға тырысамыз, дұрыс жүруге тырысамыз. Соның арқасында әке-шешеміз кейде көріп қуанады. Қазір оларға бере алатын бір ғана нәрсе, әрине жылда әртүрлі нәрсемен көмектесеміз, ата-анамызға курортқа баруға көмектесеміз. Ол материал тұрғыдан. Ал рухани жағынан қарайтын болсақ, біз жаңағыдай кейде ойлаймын, әке-шешеме менің қалай қазір қуанта аламын деген кезде, мүмкін оларға бір ақша беріп, болмаса көп, мүмкін 5 минут қуанады ақша берсем. Содан да көріп жақсы мен дұрыс болып жүрейін. Денсаулығыма қарап жүрейін, ауырмай жүрейін, ауырсам мүмкін уайымдайды. Жұмысым жақсы болсын, табысым көп болсын, жақсы сәтті проекттерін жақсы жүзеге асса мүмкін қуанады. Өкінген сәттеріңіз? Осылай жасамадым ау, осы кезде қатты сөйлеп қойдым ау деген кездеріңіз болды ма? Ондай қатты сөйлеуге қойған кездер болған шығар бала кезімізде. Қазір бір нақты бір осындай жағдайға байланысты есімде емес. Енді шын айтсам айту қиын. Өкінген кездер бір мәселе бар. Оны қазір айтуға сәл дайын емеспін. Бірақ әрине сондықтан қазір дұрыс болуға, жақсы бала болуға, жақсы бала болуға мейлінше тырысып жатырмыз. Жақсы. Жалпы мамандығыңыз сіздің агроинженерия, дұрыс қой? Осы мамандыққа қалай таңдадыңыз, өзіңіз таңдадыңыз ба? Әлде ата-ананың айтуы бойынша келдіңіз ба? Қалай болды жалпы бұл? Бұл өте қызық. Көбісі әдемі жауап күтеді де осындай мен айтқан кезде бәріне олардың күтетін несін қиялдарын, нелерін бұзып тастаймын. Оны мен әке-шешем де қинаған жоқ, мен де өзім қалаған жоқпын ол мамандыққа. Грантқа түсіп кеттіңіз? Тек грантқа түстім. Енді ол кезде әке-шешеме ауыр күш салмайын деп, және де отбасылық ол кезде бюджетті мен білемін. Ол жылына 2004 жыл болу керек. Отбасымызда жылына 130 мың теңге төлеу оқуға мен ойымша өте мүмкін емес болды. Сондықтан мен көз жұмып осыны оқиын деп шештім. Ұнағаннан кейін емес, әке-шешем қинап соған барасын деген емес, грантқа түскеннен кейін бардым. Бірінші айтқан кезде басында бұл не мамандық, қандай мамандыққа түскенін білген жоқпын. Сосын кейін оқи келе, оны түсіндім, ол инженер мамандық. Инженер деген әр нәрсені өмірде осы сүйе білу керек та. Кейбір адамдар дұрыс емес жасайды. Менде кімде не бар, соны бағаламайды. Әр нәрсе Құдайдан келеді ғой, әр нәрсе бір қателікпен немесе бір сәтсіздіктен келмейді. Өмірімізде киім бар ма, дүние бар ма, жақын достарыңыз бар ма, адамдарыңыз бар ма, барлығы бір Құдайдың өзі сызып қойған бір жолмен кеткен сияқты. Сондықтан бар нәрсені қадірлей білу өте маңызды. Сосын мен түсіне бастадым, агроинженер, ол инженер деген ол көп түрлетін адам. Инженер бәрін есептейді. Сол ескі бір сөз бар, баяғы заманнан келетқан. Экономист инженер бола алмайды дейді, а инженер де болады, экономист де болады дейді. Сол сияқты мен сонда дұрыс жағынан қарап, құрылысқа қатысты болсын, техникаға қатысты болсын, мен тек қана оқыған негізгісі ауыл шаруашылық техникаларына қатысты ғылымды оқыдық. Одан кейін магистратура бітірдім, грантқа түсіп, соны не қылдым. Ары қарай бұл аз етіп, біз ары қарай мен өзімді шыңдау үшін әртүрлі курстарға, Мәскеуге, Қырғызстанға, атағыда алыс шетелдерге барып, сол Алматыда сондай қатысып, өзім шыңдадым. Қазір заңгерлікке оқып жатырмын, осы жыл бітіремін, бір-екі айда. Инженерлік сала бір дипломым бар, және заңгерлік дейсіз. Заңгерлік екінші диплом болады, сондықтан 2 сала. Керемет. Енді жалпы қалай ойлайсыз, бала мектепті бітіреді, одан кейін мамандықты қалай таңдаған дұрыс? Өзінің қалаған мамандығына барған дұрыс па, әлде ата-анасын тыңдаған дұрыс па, әлде сіз сияқты грантқа түсіп кетіп соған барған дұрыс па? Тағы да сәл қоғамның мүмкін көп адамдардың пікіріне сәйкес келмейтін менің пікірім бар. Барлығын оны қабылдап, менің айтқанымша істесін деп айта алмаймын. Біреуге пайда істеуі мүмкін, біреуге зиян тиюі мүмкін. Мамандықты таңдайтын кезде оған қатты мән беру керек деп ойлаймын. Қазір әке-шешеңіз оқы деп біреу қинаса, мүмкін әке-шешеңіз біліп тұрып айтып тұрған шығар оны. Сенің қазір мүмкін шын мәнісінде дизайнер оқып, сен ертең дизайнер бола алмайсың мүмкін. Мүмкін қабілетіне байланысты, немесе жұмыс болуына байланысты деген сияқты. Кейде тыңдау керек болады, амал жоқ, соған ақылға келіп бару керек. Кейде әке-шеше кейде басқа біреудің сөзіне еріп, әке-шеше қателесуі де мүмкін. Оның сол бір дөп басып айтуы қиын. Әке-шешені тыңдау керек, немесе бала өздікімен кету. Кейде балаларда қияли армандар болады. Ол кезде әке-шешені тыңдау керек. Қияли бала, мысалға біреу ойлауы мүмкін, мен ертең өскен соң
мысалға мен бір үлкен судья боламын дейді, депутат боламын дейді да, мен соған байланысты мына мамандыққа түсу керекпін дейді. Әрине ол депутат болу үшін, судья болу үшін міндетті түрде мысалға айтайық бір белгілі бір оқу орнын мына мамандықпен бітіру деген ондай не жоқ. Мысалы біреу айтады, мен министр боламын, мен ол үшін мен ғана оқимын, мен құрылысқа бармаймын, құрылыс мамандығына бармаймын деп отыр. Бізде премьер-министрлер бар, мысалы құрылысшы мамандығын бітірген, әртүрлі бітіргенде, сондықтан кейде бір қияли армандар болған кезде тел соны сейілтіп, сәл ақылға салу керек. Сол мамандық таңдайтын кезде әртүрлі сұрақтар болды, маған не ұнайды, мен не істей аламын, және қоғамға керек па сол. Осы үш сұрақтың ортасын кесіп алсақ, ол кезде сол ұнайтын мамандық шығуы мүмкін. Егер де мен бір сұрақпен кетіп қалсам, ол кезде қияли арманмен кетіп қаламын. Мамандық таңдау, егер де қате таңдаса балалар, ешқандай қорықпасын, уайымдамасын. Кейде мен әлеуметтік роликтерді көремін, кейде мұғалімдердің айтып жатқандарын естимін, кейде ата-аналардың айтып жатқандарын естимін, өте таңғаламын және келіспеймін мен оған. Мамандықты таңдаңдар, ата-ананың үмітін ақтаңдар, мамандықты дұрыс таңдамасаң саған қиын болады деп баланы одан сайын басып, одан кейін дұрыс таңдамаса бүкіл өмірі үзілетін сияқты. На самом деле мамандық таңдау біз қазір жаймен осы дамыған 30 елдердің қатарына кіруге тырысып жатырмыз, солардың білімі, солардың технологиясы, системасы, жүйесі түгел керек бізге. Бұл елде қалай? Диплом деген сен әйтеуір жоғары маман оқыдың. Сенде бір белгілі бір мақсат бар, осыны бітіруге өзінің еркін бар деген сияқты, ақшам бар екен бітіріп шықтым деген үшін ғана керек. Диплом қағаз керек, сен даладан тастандық адам емессің. Мүмкін мен қазір физиканы оқыдым да, мүмкін мен программист болып кеттім. Немесе программист оқыдым да, мектепте информатик мұғалім болып жүрмін. Сол нормальный нәрсе қоғамда. Мен агроинженер бітірдім, бірақ MBA, шетелде MBA бітірген мықты маман жұмыс істейтін жерде мен агроинженер болып жұмыс істедім. 2011 жылы бір банктың филиалының орынбасары, мен агроинженер бітіріп тұрсам да маған айтты, маған сен сияқты адам керекті жұмысқа кел деп айтты. Сол кезде мен таңғалдым. Мен агроинженер бітірсем де банк саласында тәжірибем болмаса да, бірақ банкке мен жұмысқа шақырып жатыр деп. Барған жоқпын сол кезде, бір себептермен. Сол кезде соны түсіндім. Осындай сәттер көп. Өз ісінің маманы болу үшін дипломда мынандай сөз жазылып тұруы керек деген онда міндеттеме жоқ. Әрине, егер жаңағыдай отбасымен дәрігерлік келе жатыр, мен де дәрігер боламын деп жатса, ол қажет. Дәрігер боласыз, оқисыз, өйткені дәрігер дипломсыз дәрігер бола алмайсыз. Қалған бәрі нәрсесі бола аласыз. Жастар қазір, мен әдейі айтқым келеді, дұрыс емес мамандық, ұнамайтын мамандық түсіп қалса, көңілін түсіріп, әке-шешесіне қарсы шығып, жанжалға ұшырап, ұзын 4 жыл босқа маған бұл мамандық керегі жоқ, бірақ деп жүруге өте болмайды. Сол мамандықтың алып, ішіне қажет нәрсесін суырып алу керек. Мен мысалға кезінде бір достарымнан естідім, сол кезде ұнамайтын бір тұстары, мен ағылшын оқып жатырмын дейді, бірақ мен психология сабағына бармайын дейді. Сол таңғаламын, сен саған мемлекет тегін білім беріп жатыр. Онымен үстіне қарасап, тағы да сен жан-жақты дамысын деп, күшті болсын деп, саған қосымша тегін тағы білім беріп жатыр. Психология барасың, дене шынықтыру бар, денсаулығың мықты боласың. Соған қалай сен бармайсың деп таңғалатын едім. Оның зияны ертең. Мен айттым, мен университет бітіресің, бір жерге жұмысқа тұратын кезде вакансия болады. Сол кезде 20 адам отырасыздар. Сол кезде мысалы ағылшын тілі керек, мұғалім керек, немесе переводчик керек. Сол психологиялық бір моментпен біреу сұрақ қою мүмкін жұмыс беру үшін. Жауап бере алмайды, басқа бір адам сол психология сабағына қатысып жүрген бала жауап береді, сол жұмысқа келеді. Оның бір үлкен қателігі. Сондықтан кез келген саладан сабаққа қатысқан кезде мен ойымша губка сияқты суырып алу керек қой керек нәрсені. Жастар қазір сабақты мамандық таңдаған кезде әр сабақтың да қажеттісін алу керек. Сылтау көп. Маған ұнамайтын сабақ, маған ұнамайтын мамандық, әке-шешем грантқа байқамай түсіп кеттім деген сылтау өте көп. Университет ұнамайды. Жүре берсе өкінішке орай бір нәрсені оқып алу керек. 30 жасқа 40 жасқа келеді, сол сылтаумен әлі жүреді сол адам. Не білімі жоқ, не жақсы жұмысы жоқ, не қоғам арасында бір беделі жоқ, немесе бала шағасын лайықты деңгейде асыра алмауы мүмкін. Оған дейін әрине Құдайда, үкіметте, отбасыда дұрыс болса келіп қалады, бірақ оны соң көз алдында тегін тұрған нәрсені алған жоқ. Кейде мен енді жоғары білім туралы айтып отырмыз ғой, мектеп туралы да қарапайым. Мектепте бізге тегін білім береді барлығы, әртүрлі. Кейде мен мектепте өте жақсы оқыдым, 4 пен 5, бұрында 5. Өте кейде қазір де ойлаймын,
шамалы күштірек оқығанда мен қазір мүмкін доллар миллионер болатын едім. Шамалы күштірек оқығанда мүмкін мен қазір министр болатын едім осы жасымда. Деген сияқты менде қазір іште тілек бар. Сондықтан біздің жасаған қателіктерді жастар, біздің құрдастарымыз жасаған қателіктерді келесі ұрпақ жасамаса екен дейміз. Енді кәсіпкерлік салада жұмыс жасадыңыз, одан кейін өзіңіз жеке кәсіппен айналысасыз, халықаралық жобаларға да қатысқансыз, біз білеміз. Осылардың ішінде ең үлкен жеткен жетістігім деп қайсысын айтар едіңіз? Үлкен жетістігім мынау деп айта алмаймын, бірақ енді есіме түскенін қазір айта кетейін. 2014 жылдан бастап мен халықаралық экономикалық ұйымда жұмыс істедім, ОСР деп аталады, штаб-квартирасы Парижда. Мен Қазақстанда олардың өкілі болып жұмыс істедім. Қазақстанда бір жобалар болды, сол жобада өкіл болдым. Сол кезде ол халықаралық ұйым біздің кейбір министрліктерге кеңес беретін тұғын. Заңдарды дұрыстауға, қалай осы 30 дамыған елдердің тәжірибесін енгізуге деген сияқты әртүрлі ұсыныстар болады. Сол кезде сол халықаралық ұйымның ұсынысымен бірнеше заңдар өзгерді. Соның ішінде менің де үлесім болды. Ол атап айтатын болсақ, ауыл шаруашылық кооперативтері туралы заң, ол түбегейлі өзгерді. Соған да мен сол жұмысшы топта болдым. Өзі жас болсам да, мен қазір қуанамын, сол кезде осыдан қанша 6 жыл бұрын ба, қателеспесем, жас болсам да соған мен бір заңның жазылуына сол жұмысшы топта жұмыс істедім. Енді білеміз, жаңағы көптеген кәсіби салада біраз жетістіктерге жеттіңіз. Жеке өмірде де біраз жетістіктеріңіз бар. Яғни қазір 4 баланың әкесісіз, иә? Ерте үйленгендердің қатарындасыз, неше жасыңызда үйлендіңіз? 20 жасымда үйлендім. 20 жасыңызда үйлендіңіз, иә. Жалпы үйленетін кезде өзіңіздің болашақ әйеліңізге қандай критериялар қойдыңыз? Қандай болу керек деп ойладыңыз әйеліңіз? Талаптарыңыз қандай болды? Енді 20 жаста шын айтқанда ондай бір ол кезде үйленейін деп ойлаған жоқпын. Достарым біледі. Мен сабақты бітірем. Нешінші курстасыз сол кезде? Екінші курс. Үшінші курсқа өтетін кез 2 мен 3-тен отбасы. Екінші курста жүре бастадық әйеліммен. Сосын үшінші курста үйлендік. Сол кезде жүріп тұрмыз. Оқуымды бітірем, жұмыс істеймін, күшті ақша табамын, әке-шешемді қамтамасыз етемін, машина аламын, үй аламын деп сондай жүріп тұрмыз. Бірақ сол әйел алған кезде мынандайға мән беру керек деген сияқты сондай бір күшті бір ақыл болған жоқ. Әрине біз сұлулығына қараймыз, сосын арамыздағы жылы қарым-қатынасын қараймыз. Сол бізге жарасып кетті. Бір-бірімізді ұнаттық, жақсы көрдік. Енді маған әсер еткені, мүмкін ол маған мені қатты жақсы көрді. Басқа қыздардан көрді. Жаспыз ол кезде, достарымыз көп. Соның ішіндегі қатты жақсы көргеніміз, сосын қараған кезде менің болашағым дұрыс, осы қызбен менің отбасым күштірек болады деп ойлап сондай шешім қабылдадыңыз. Шешім қабылдап үйлендік. Құдайға шүкір қазір қуанамын. Қазір неше жыл болды? Іштей қуанып мақтанамын. Жақсы осындай дұрыс әйелге үйленіп, осындай әйел балаларым осындай ана болған үшін қазір мен қуанамын. 2016 жылы қазір 2006 жылы үйлендім, қазір 14 жыл болды. 14 жыл. Шілде айында 14 жыл болды. Иә, жептеуір. Үлкен ұлымыз 13-те. Жалпы сұрағым келеді сізден, қыз бала үшін қай жас дұрыс деп ойлайсыз үйленуге, ал ер бала үшін қай жас дұрыс деп ойлайсыз? Мен өзім ерте үйленген соң, өтірік айтпаймын, ерте үйлену керек деп. Қазір біздің қоғамның немесе қазіргі тенденция, поколение дейміз, ұрпақ, қазіргі ұрпақ сәл кештеу еседі сияқты. Сондықтан жігіттерге мен ойымша 25-30 жас арасында үйленген жақсы деп ойлаймын. Қыздарға 20-25 арасында. 25 жас болған кезде жаймен деп жігіт ойланып сигнал келу керек. Мен үйленетін уақытым келіп қалды. Мен енді қазір үйленейін, отбасы құрайын, қай қызға үйлену керек деген сияқты. Уже 30-ға келген кезде уже қызыл жану керек. Ойбай кешігіп баратырмын, тездету керек маған деген сияқты. Еркінсіп жүру болмайды. 30 жасқа уже ол ең соңғы сәт деп ойлаймын. Мен неге өтіп айтамын? 25 жаста мен өзіме айтайын, әркім әртүрлі ғой. 25 жаста еркек өзін көп жағдайда дербес шешім қабылдай алатын жасқа келетін сияқты. Біреудің әсерінсіз, әке-шешесінсіз, достарынсыз немесе қоғамдағы мода, әртүрлі толқулар, қияли әлем, қияли сезімдерсіз, 25 жасқа толған жігіт өзі еркін шешім қабылдай алады деп ойлаймын. Нақты, пайдалы және дұрыс шешім қабылдай алады. Мен ойымша, енді әркімде әртүрлі орташа алған кезде қарасам 25 жастан дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан ойлаймын, кейбіреулер ерте үйленеді, әлі де іші дайын емес, сосын
қияли әлемдермен өзінің еркелік әлі де бір жасы 25-ке келсе де жасы бір ойлау қабілеті әлі 18 жастағы бала сияқты әлі әдемі машинаға әдемі киімге қызығып жүрген жастар болса мүмкін оларға әлі үйлену керегі жоқ, өйткені олар отбасының емес әлі де мен қазір туфлиім қандай туфли киемін, мен андай машина алғым келіп тұр деген сияқты ойлап жүретін жастар болса, мен ойымша олар тез есеу керек. Тағы сұрағым бар. Жалпы әйел адам сіз үшін үйде отырған дұрыс па, әлде жұмыс істеген дұрыс па? Оны сіз үшін сіздің пікіріңіз ғой жеке бұл жерде. Тағы да бір жауаппен қайтару қиын да. Өзіңіздің пікіріңіз ғана айтсаңыз. Отбасына байланысты. Мен ойымша әйел отбасында әйел болу керек. Ол отбасында ана болу керек, күйеуіне әйел болу керек. Функцияларды өзгертпеу керек. Ауыстырмау керек. Ауыстырмау керек. Айтайық, егер де балалар туды, енді әйел бәрін тастап жұмысқа кетіп, балаға басқа адамды шақыртып қаратса, бірақ бала мүмкін шешесінің сүйіспеншілік көргісі келеді. Шешесінің қасында болғаны қалайды. Бірақ сол уақытта болмаса мүмкін өзімізді де баланы орнына қойып көрдік та, тек қана өзіміздің мақсатымызды, өзімізді ойламай, мен жұмыс істегім келеді, мен осындай жауапкершілігім бар деп деген көреді, мүмкін баланы да өзімізді орнымызға қойып көру керек. Бала болса мен қалай қалар едім? Мен бала болсам, мүмкін мамам қасында болса екен деп қалар едім. Мен бала болсам, әкем жұмыста келген соң маған шамалы 5 минут мән берсе екен деп қалар едім. Мен бала болсам, мүмкін маған велосипед алып берсе екен деп қалар едім. Әртүрлі сондай кейде баланың орнына өзімізді қойып көру керек сияқты. Ал кейде дұрыс сәттер бала өседі. Ол кезде әрине әйелдің жұмыс істеуге қабілеті болса, қызығушылығы болса, жұмыс істеген дұрыс қой әрине. Мен ойлаймын, әкеде де, шешеде де, әйелде де, екеуде бірінші орында ол отбасы болу керек. Маған көбінесе мотивация беретін көп сол жағдай болды. Енді бұл отбасыға да емес, жеке өзім өсуіме көп көмектесті. Мотивация болған. Мен 20 жасымда, 30 жасқа толған кезде мен өзімді артқа қараған кезде не деп ойлаймын. 40-қа келген кезде мен қалай ойлаймын. Сонда мен өзім қалай көргім келеді. Жұмысқа барды, келді, ұйықтады, азында жұмысқа тұрды, келді, ұйықтады. Қарадым, маған ондай өмір қызық емес. Мен қоғамдық жұмыстармен айналысайын, мен кәсіппен айналысайын, ақша табайын, достарым көп болсын, білімді көбірек алайын деп, сондай әртүрлі жан-жақта дамуға тырыстым. Ондай өмір маған қызық емес. Бәрімізге де керек ой деп ойлаймын, әсіресе жастарға, қазір студент болып жүргендерге, мен студент болатын мектеп бітірген балаларға өздерінің 30 жастағысын елестетіп көрсін. 30 жаста да қазіргі ой пікіріме қалғысы келе ма? Қазіргі ой пікірі мүмкін әлі де әдемі машина сатып алу, әдемі киім киіну, сәлі қыдыру дейсіз ғой. Қыдыру, мақтану, және ол да керек. Бірақ осы жылдан жылға азаю керек ол. Жастарға шақыратыным, айтқым келетіні, жастар деген соң өзімде жаспын. Оқушыларға қазір тыңдайтындар болып жатса, қазір болашақты ойлау керек. Болашақта мен қалай болғанын қалаймын. Егер де ол қияли оймен мен бір күні бастық боламын деген ой керек жоқ. Бастық болуға дейін не істеу керекпін мен? Мен қазір ВК-да отырып, или ютубта отырып музыка тыңдау керекпін ба? Әлде мен ютубта кіріп National Geographic көру керекпін ба? Или Discovery Science көру керекпін ба? Немесе мен стаканда қалай жасалатынын көру керекпін ба? Немесе мен дәрігер болатын болсам, ютубтан дәрігерлікке қатысты мен видео көру керекпін ба? Соны ойлау керек. Бұда таңдау бар. Немесе ол жаңа әншілердің немесе өмірбаянын тыңдайды, немесе ол білім қосатын Discovery Science деген сияқты маңызды өміріне көзін ашатын, мамандығын етем басқа құрдастарынан бір саты жоғары болатындай білім алуға тырысу керек. Осындай мақсат болса, мен ойымша балаларда біраз жетістік болады деп ойлаймын. Енді тағы сұрақ қойғым келеді. Мысалы, сізде қазір 4 бала, иә? 4 балаңыздың барлығына бірдей көңіл бөле аласыз ба? Қалай бөлесіз егер? Және тәрбиелеу барысында қандай қағидаларды ұстанасыз? Қатты болу керек деп ойлайсыз ба, әлде кішкене жұмсақ болу керек деп ойлайсыз ба? Әлде әр балаңызға әртүрлі подход па сізде, қалай? 4 балама көп 100% уақыт бөле аламын деп айта алмаймын, өйткені жұмыс бар, кеш келемін кейде, өзіме де уақыт бөлгім келеді, кейде, сондықтан 100% уақыт көп бөле алмаймын. Бірақ мен көбінесе басқалармен салыстырамын, басқалардан гөрі жақсырақ мән беремін деймін. Истина познается со ранением дейді ғой. Сондықтан басқалармен салыстырамын жақсырақ. Бірақ әрине ол қажетті деңгейінде емес.
төрт балам, төртеуі төрт түрлі. Маған өзіме сол бұрын үйленбестен де бұрын сондай сөзін айттым, уникальность, бірегейлік. Адам адамға ұқсамау керек. Біз кейде айтамыз, анау бала, прям ана кісі анаған ұқсайды деп ше. Бірақ ол мүмкін түрі ұқсауы мүмкін, бірақ әрқайсысын ерекше жаралған адам. Сондықтан біздің балаларымыз да әрқайсысы ерекше жаралған. Біреуі жаттауға жақсы, біреуі бір нәрсені ойлап табуға жақсы, біреуі ерекше сияқты жақсы ойлайды, біреуі сезімтал, оған сүйіспеншілік көп керек, құшақтау керек оны. Екінші ұлым бар, кішкентай кезінде жиі келеді де, просто келіп құшақтайды. Сен жақсы ойлайды просто. Оған көп сүйіспеншілік керек. Бір балаға көбірек сөйлесу керек, бір балаға сыйлықпен деген сияқты. Әртүрлі дейсіз ғой. Әртүрлі әдістер қолданамыз. Қазір енді білесіз, ажырасу көбейіп бара жатыр, жас отбасылардың арасында әсіресе. Оған не себеп деп ойлайсыз, және отбасының берік болу үшін қандай кеңестер берер едіңіз жалпы? Енді сіз тәжірибелі отбасылы несіз ғой, жассыз. Мен 20 жасымда үйленген кезде, маған дейін, менен кейін үйленгендер болды. Арасында мен білетін жақын адамдарым да, алыс адамдарым да болды, ажырасып кеткен. Сол кезде қарап, әрине өкінішті жағдай. Ажырасу бұрында да болды, қазір де бар, өте дұрыс емес. Ойлаймын, әрине сезімге салынған кезде, жалпы кез келген нәрсе сезімге салынған кезде мен ойымша қате шешім қабылданады деп ойлаймын. Сезімге салынып үйленіп кетуі мүмкін адам. Просто так бір қызды көріп, мен оны жақсы көремін деп, үйленіп, бір айдан кейін, сен, оказывается, осындай екенсің ғой деген сияқты болды. Әрине ол ақылға салған жоқ, жүрекпен ойланып, дұрыс емес шешім қабылдап қалды. Ары қарай үйленді, жүрді. Сезімге салынды да, ұрысты да, қатты дөрекілікке барып, ажырасуға байланысты шешімге қабылданды. Қайтадан бұл жерде сезімге салынды. Сондықтан сезімді мен бұрын айтам, алдамшы зат. Жастарға арасында сезім бір күшті нәрсе сияқты кейде халық айтады. Әртүрлі киноларда, өлеңдерде, өмірбаяндарда сезімді бір күшті қияли бір әлем деп айтады. Бірақ мен айтар едім, сезім деген ол алдамшы зат. Сізді ол қателестіреді. Сезімге салынып ашуланасыз, сезімге салынып қияли болып жақсы нәрсе адам боласың. Сондықтан ол да керек сезім адам болған соң. Бірақ оның өзі мөлшері бар. Оны біз миымыз, ақылымыз бастамақ болу керек. Ол дұрыс па деген сияқты сұрақ қойып. Мен осыған үйленсем дұрыс шешім қабылдаймын ба? Мен дұрыс күйеу бола аламын ба? Ол маған дұрыс әйел бола аламын ба деген сияқты. Көп жағдайда тұрмысқа шығуға байланысты бірінші сұрақ, мен лайықты күйеу немесе әйел бола аламын ба деп сұрау керек. Біз екінші жақты ойлаймыз. Екінші жақ маған лайықты болсын деп. Екінші жақ менен күштірек болсын, мүмкін жігіт болса бай болсын деген сияқты. Қыз болса сондай күшті болып. Бірақ мен соған лайықтымын ба? Мен өзім жақсы нәрсені талап етіп тұрмын, бірақ өзім жақсымын. Бере аламын ба дейсіз ғой? Өзім жақсымын ба? Мен мейірімді, тыныш адам болу керекпін, өте сабырлы болу керекпін, бірақ мен өзімді дұрыстау керекпін. Қазір енді белсенді жассыз, Қызылордада біраз адам сізді таниды, белсенді ортада жүресіз көбінесе. Жалпы осы қазіргі Қызылорданың жастарына көңіліңіз толады ма? Және өзіңіз үшін мына үлгілі жас деп кімдерді айтар едіңіз? Әрине, күшті жастар бар. Кімдер деп айтар едіңіз Қызылордада? Мен өмірлік әр жасында біреуді өзім үлгі тұтатын жастар болады, атын айтпай қойайын. Қараймын да, мынау өте күшті жас екен, мен үйренеді көп екен, мен қараймын. Бір-екі жылдан кейін қарасам, мен оған жетіп алады екенмін. Мысалға, маған көп үлгі болатын оқушылар кейде. Өткенде 11-ші сыныпта оқушыларын көрдім, өткен жылдары 11-ші сынып оқып тұрып, мен ағылшында өте жақсы сөйлеймін, жақсы шетел компанияда жұмыс істедім. Бірақ менен де күшті сөйлеп тұрған жастарды көріп таң қалдым. Мынандай 11-ші сыныпта былай сөйлеу қалай деп, мұғаліммен күшті сөйлейді оқушы. Мұрагер мектептің оқушыларын көрдім. Мен солға, мен ең болмаса, мен қазір кеш болса да олардан 10 жыл, 20 жыл кешсем де менде қазір сондай деңгей болу керек деген сияқты. Менде оларды үйрену керекпін деп, солар деңгейіне жету керекпін деген сияқты менде ішкі құлшыныс пайда болды, тырысу пайда болды. Ары қарай мен балама да сондай үйретіп жатырмын. Ағылшын тілін қазір сен жетік меңгеру керексің. Менен асып кету керексің. Мен қазір ең жақсы білетін ағылшындардың тілін білетіндердің бірімін, өзімнің құрдастарым арасында. Екінші шетелдермен жұмыс істедім көп жыл. Америкада болдым,
Италияда болдым деген сияқты әртүрлі шетелдермен көп жұмыс істедім. Ақш елшілігімен жақсы бірнеше 2-3 жыл олардың жобаларымен айналыстым. Сондықтан тілім жақсы. Бірақ әлі де дамыту керек. Әлі де аз маған. Сондықтан мен үлгі тұтатын адамдарым білімі көп адамдар. Ақша көп табатындар, білім көп адамдар. Екі критериймен қараймын. 25 жасында бала футбол теуіп, әлі де ешнәрсе ойламай жүруге болады. 25 жасында адам ең күшті мамандық иесі болып, күшті орын табуы мүмкін. Мүмкін бір 25 жасында мықты шаш таразшысы оған кезекке тұрады. Ол сияқты шаш таразшысы біздің қалада жоқ деуге болады. Біреу 25 жасында ең мықты аспазшы. Ол сияқты аспазшы жоқ, айына $2000 айлық төлейді оған. Ондай аспазшы білемін Астанада. 25 жастағы адам. Оған жалынып тұрады, бұдан маған ресторанға келші. 25 жастағы айына 2-3 миллион табатын жастар бар, мен білетін. 25-30 жасқа жетпей, олардың уже IT компаниясы бар, айына 1-2 миллион теңге қиналмай табады. Солар бізге, менің ойымша, үлгі болу керек, тырысу керек. Тырысу керек, білім алу керек деген сияқты. Жасұлан, қазір енді бәріміз әлеуметтік желіде отырамыз, әртүрлі білесіз ақпараттар, әртүрлі фейковый ақпараттар келіп жатады, иә? Сол ақпараттардың ішінде жастарға қалай айтар едіңіз? Мынау дұрыс ақпарат, мынау дұрыс емес екенін қалай жалпы ажыратуға болады? Бұны критикалық ойлау негіздері дейді. Сондықтан біздің барлық жастарымызға керек. Елбасымыздың кезінде бір жолдауында осы айтылды. Критикалық ойлауды мектеп кезден бастап, студент кезден бастап біз жастарда болу керек деді. Өкінішке орай, ол кейде мен жастарда емес, тіпті үлкендерде жоқ критикалық ойлау. Егер де сіздің WhatsApp-ыңызға қазір бір ақпарат келсе, көшеде қазір бомба тұр десе, бірінші жүгіріп барып біреу сені басқа таратуы мүмкін. Сауатты адам, критикалық ойлау несі қағидасы дамыған адам ойлайды, қаншалықты шын, оны кім жіберіп отыр, бұл қайда болды, мүмкін ол қайдағы бір Ресейдің бір қаласында бұл жазған адам шығар, мен неге есік алдында мен болды деп мен көшелерге тарту керекпін деген сияқты сондай ойлау керек. Жалған ақпараттар өте көп. Интернеттегі беймәлім аты жоқ адамдардың жазғанына сенеміз да, үкіметтің ресми тұлғалардың айтқанына сенбейміз кейде. Өте таңғалатыным бар. Сондықтан бізге ресмиге көбірек мән беріп, жалған ақпараттарға мән бермей, тек қана өткізіп жіберіп отырсақ, менің ойымша, біздің қоғамда да шамалы басы азырақ ауырады. Одан да көп бар күшін, ынта жігерін басқа нәрсеге аудару керек қой. Негативтерге емес, өзін дамытуға, жақсырақ ақша табуға деген сияқты, жақсырақ жұмыс істеуге өз уақытын арнау керек. Үлкен рахмет біздің студиямызға бүгін қонаққа келгеніңіз үшін. Білем, сізде жоспар өте көп, армандарыңыз сіздің үлкен, сондықтан солардың барлығына жетуге тілектеспін. Үлгілі әке бола беріңіз, осылай ардақты ата-атаңыз, бақытты отбасы болыңыздар, және жеке және кәсіби өміріңізде толағай табыстар тілейміз. Рахмет шақырғаныңызға.